Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін сіздермен ата-ана мен баланың арасында болатын кикілжіңді қалай сауатты шешуге болады деген тақырыпта бөліскелі отырмын. Енді кикілжің біздің өміріміздің бір бөлшегі, олай елестету мүмкін емес. Баласы бар үй болсын, басқадай жағдаят болсын, кикілжің кез келген тұлға аралық қарым-қатынаста міндетті түрде орын алады. Себебі әрбір кикілжіңге қатысушы тараптың өзінің қалауы болады, өмірге көзқарасы бар, ұстанымы бар, құндылығы бар, ол бәрі бір-бірімен келісе бермейді. Сондықтан кикілжің болатыны сөзсіз. Қазір біз енді осы баламызбен кикілжіңді қалай сауатты шешу керекпіз, не үшін сауатты шешу керекпіз деген сұраққа келетін болсақ, өйткені ол мінез құлқына қалыптасады, әсер етеді міндетті түрде. Одан кейін ол өмірде оның да алдында көптеген кикілжіңдерді, кез келген мәселелерді шешу туындайды. Осы кезде ол осы қадамдарды міндетті түрде басшылыққа алады. Енді біздер кикілжіңнің себептеріне тоқталайық. Ол үшін сіздің алдыңызда тұрған презентацияны мұқият қараңыз. 5 түрлі кикілжіңнің себебін алдық. Оқу үлгерімі, тәртібі, өмірді әртүрлі қабылдау, баланың достары туралы келіспеушілік, балалардың ұстамсыздығы дейді. Мына жерде өмірді әртүрлі қабылдау деп алып көретін болсақ, бұның енді менің қолдайтын жағым да бар, менің қолдамайтын жағым да бар. Өйткені біз әртүрлі ұрпақтың өкілі бола тұра, біз ересектер болатын болсақ, өзіміздің өмірлік тәжірибеміз бар, көзқарасымыз бар, құндылығымыз бар, балаға деген белгілі бір жоспарымыз бар, қалауымыз бар да баламызға. Сондықтан оған көп нәрсені шалыс басып жатса, оған міндетті түрде біздің қалауымызға сәйкес келмейді, біздің ренішімізді, эмоциямызды тудырады да. Бірақ бала сөзсіз, ол өзінің өмірін сүріп отырған жеке тұлға, сондықтан ол үлкен өмірге осы бала кезінен бастап кішкене ғана мәселелерді шешіп, осы үй ішінде болатын қарапайым себеп-салдарға байланысты болатын кикілжіңдерді шешіп үйренуі өте маңызды. Енді ары қарата осы біреуіне мысал келтірейік та, қазір мынадай бір кейсті алып көрейік. Жағдаятта Арман 11 жаста деп алып көрейік. Оқу үлгерімі жақсы болатын, соңғы 90-да 3-ке шықты және мінез құлқы да өзгере бастады. Енді осы жағдаятты қалай шешеміз? Мысалға, ата-анасы ренжіді, мысалға ұрысып жатыр да, кикілжің туындады деп айтайық. Ол өйткені Арманнан бұны күтпеді ата-анасы. Енді сауатты жолы қалай шешілу керек? Өйткені біз стресс және оны басқару деген слайдты, видео контентті ұсынған кезеңде мен міндетті түрде эмоцияны қалай басқару керек дегенді айтқан болатынмын. Соны қарап шығуыңызға болады. Ата-ананың бала арасындағы мынадай шешу болады, конструктивті, дұрыс, сауатты шешу жолдарын қарап шығыңыз. Ең бірінші, мына келіспеушіліктің себебін түсіну. Неліктен баланың оқу үлгерімі түсіп кетті? Балаға өз ойын айтуға мүмкіндік беру. Себебі балада өзінің мысалға қателіктерін сіз көріп отырсыз, бірақ балада өз қатесін мысалға таба алатын болса, осы себептерге байланысты мен мысалға түсінбей қалды ма да, сабақты жіберіп қойды ма көп, болмаса ұялы телефонға тәуелді болып кетті ма, әлде болмаса басқа да бір қызықтыратын хоббилар пайда болды ма деген сияқты, мысалға әртүрлі себептерін бала өзінің ойын айтады. Біздің кикілжіңді талдаймыз да, енді салдары қандай? Бұл оқу манағыдай себептерін айттық қой, мүмкін иә жақсы, сен қолдап қоясыңыз баланы міндетті түрде, осыны өзің де түсініп отырсың, өте бұл нәрсенің саған кедергі келтіріп отырғанын көріп отырсың да, мысалға ұялы телефонды алатын болсақ. Сосын кикілжіңді осылай талдап аласыңыз, сосын салдарын талдау керек міндетті түрде. Ал енді осы жерде біз қазір осы сөйлесудің нәтижесінде белгілі бір шешімге келіп, оны басшылыққа алмасақ, онда бізде маңызды тақырыптарды үлгермей қаласың. Болашақта бастауыш сыныптарда, я болмаса 5-ші сыныпта оқимын бала, бұл негізгі іргетасы қаланып жатыр да білімнің. Сондықтан салдарын міндетті түрде талдау керек. Одан кейін екі жақ ұсыныс айту керек. Бала да ұсыныс айту керек, ата-ана да ұсыныс айту керек. Енді бұл сабағын оңтайландыру үшін не істеу керек деген ұсыныстарды талқылайды. Одан кейін келісімге келеді. Кейбір мысалға сіз айтуыңыз мүмкін, ата-ана ретінде белгілі бір үйірмеге барады бала. Сол үйірме оған кедергісін келтіріп жүр, көп уақытын алып кетіп жүр деген сіз ұсыныс айтасыз, сол үйірмені тоқтатамыз деген сияқты. Бала айтады, жоқ, мысалға мен оны тоқтатпаймын, маған қатты ұнайды, бірақ та мен сабақты да үлгеремін деген сияқты айтады. Осылай сіз бір-біріңізбен келісімге келесіңіз.
енді жаңағы кикілжің жағдаятында жағдаятындағы тараптардың ұстанымдары әртүрлі болады. Ең бірінші қашу болады, мысалға балада қашуы мүмкін, мысалы сөйлескісі келмейді да кейбір балдар, мысалға осылай өзі туралы сын пікір айтқан негізі балалар ұната бермейді. Сондықтан оған бірінші алдын ала келісіп, мына мәселені қалай шешудің жолдарын біздер сөйлесеміз деп айтып алу керек. Бәсекелестікті ұстанатын болсақ, ата ана мысалға ересектік позициядан мен айттым бітті деген жаңағыдай бір ғана компромиске келмей өзінің ұсынысын ғана ұсынатын жағдаят болады. Бейімделу дейді, мысалға тез мысалы бала сізге бейімделіп кетуі мүмкін, сіз оған бейімделуіңіз мүмкін да, бұл да енді оның плюс минустары бар сөзсіз. Ынтымақтастық енді ең бір бұл да жақсы, сосын ең жақсысы бұл келісу деп айтылады. Манада айтып отыр, соңғы қадамы келісімге келу. Яғни келісімге келген кезеңде екі тараптың да ұсыныстары ескеріледі және қажеттілерін алады. Кейбір нәрселерді жаңағы екі тарапта өзінің ұсынысынан бас тартуға тура келеді. Сол кезде екі жақта қанағаттандырылады деп айтуға болады. Енді бұл әңгімеге жалпы талдау, мына алгоритм бойынша талдау үшін сіздерде кикілжіңнен кейін эмоцияда сөйлеспеу керексіңіз. Міндетті түрде өзіңіздің эмоцияңызды басқарып алыңыз. Эмоция пультін деп біз айтқан болатынбыз да. Мен нені сезіп тұрмын, ашуланып тұрмын, себебі неге балам мен күткендей оқу үлгерімін көрсетпеді, мен нені қалаймын, мен баламның жақсы оқығанын қалаймын, онда не істеу керекпін деген сұрақ автоматты түрде қойылатын болса, онда сіз жаңағы әңгімелесудің жолын таңдайсыз. Қорықпау керек, оны шешу керек міндетті түрде. Енді мына жерде бала тарапынан, енді ата ана қорқады деп айтпаймыз, дәл мен мысал келтіріп отырған ситуацияда бала тарапынан айтайық. Эмоцияларды тежеу керек, өзгенің жеке басын құрметтеу керек. Мысалға бала болатын болса, бұл ата ананы құрметтеу керек, ол оның жаңағы жоспары, бүкіл өмірі барлығы баламен тығыз қарым қатынаста, сондықтан тек қана балаға жақсы болсын деп есептейді. Сонымен қатар баланың да өзінің таңдауын, өзінің құқығын жоққа шығармауға тиістіміз. Жақсы, құрметті ата-аналар, осымен бүгінгі жазбамыз аяқтала келді. Баршаңызға пайдаңызға жарасын. Өмірімізде кикілжің аз болып, ахуал отбасындағы үйлесімділікте болсын.